Сәлем достар, бүгін біз кәдіден осындай дәмді қыстың күні нанға жағып жеуге болатын экраны жасаймыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараймыз. Алдымен барлық ингредиенттерімізді, яғни көкөністерімізді жуып аламыз. Одан кейін дәл видеодағыдай ұсақтап турайтын боламыз. Бұл нұсқада мен кәдіні блендерден өткізетін боламын. Бірақ та егер де үйіңізде мясорубка болса, онда мясорубкадан бірден барлығын өткізе берсеңіз болады. Келесі кезекте енді қызыл тәтті бұрышымызды да біздің блендерге езуге ыңғайлы етіп, осылай барлығын жақсылап жуып, дәнін тазалап, осылай видеодағыдай турап шығатын боламыз. Бұл нұсқасында менде 1 килограмм кәдіден 2 литрдей, яғни 2 банка кәдінің икрасы шығады. Егер де мол болғанын қаласаңыз, онда барлық ингредиенттерді 2-3 есеге көбейтіп жасай берсеңіз болады. Мінекей келесі кезекте сәбізімізді де аршып, жақсылап турап алдық. 2 сарымсақ жеткілікті болады. 2 сарымсағымызды да ұсақтап турап аламыз. Одан кейін пиязымызды да дәл видеодағыдай барлығын ұсақтап турайтын боламыз. Мінекей барлық көкөністерімізді турап болдық. Енді олардың барлығын үлкендеу бір табаға құйып, үстіне сұйық майымызды құятын боламыз. Сұйық майымызды міндетті түрде иісі болмауы қажет. Одан кейін дәміне қарай тұзымызды, бұрышымызды қосамыз. Мен 1,5 ас қасық тұзды қостым, сол менде жеткілікті болды. Тұзымызды қосып болған соң, келесі кезекте 1 ас қасық қантымызды қосып, астын баяу отта барлығын жақсылап, біздің көкөністеріміздің барлығы езілгенше осылай қуырып аламыз. Қызанақ пастасында дәміне қарай қоссаңыз болады. Мен 3 ас қасық қызанақ пастасын қостым. Бірақ та егер де сіз қызанақ пастасын жақсы көрмесеңіз, онда 1,5-2 ас қасық қоссаңыз да жеткілікті. Мінекей келесі кезекте енді дәміне қарай қара бұрышымызды да себіп жақсылап барлығын араластыратын боламыз. Салатымызды өтіп көп қайнатпайтын боламыз, яғни барлық ингредиенттеріміз піскен күйінде болса, барлығы піскеннен кейін осылай 1 ас қасық уксусты құйып, жақсылап араластырамыз. Егер де сіз қыс мезгіліне емес, дәл қазір жеуге жасасаңыз, онда уксусты қоспасаңыз да болады. Барлық көкөністеріміз піскеннен кейін, енді блендердің көмегімен жақсылап барлығын осылай езіп алатын боламыз. Мінекей көкөністеріміздің барлығын осылай езіп болған соң, мен бұл салатты қыстың күні жеу үшін жасап жатырмын. Сол үшін банкаларымды жақсылап жуып алдым. Одан кейін оларды стерилизовать етіп, енді бетіне дейін толтырып, барлық салатымызды осылай жауып шығатын боламыз. Бұл салат біздің жанұямыздың ең сүйікті қыстық салаттың біріне айналды. Сіздер де жасап көріңіздер, өз ойларыңызды комментарийға жазсаңыздар болады. Сіздермен бірге болған Гаухар ас болсын.